Теректі ауданының Шаған ауылында шырайлы кездесу өтті. Аудан әкімімен жастар жүздесіп, ауылдықтарды толғандырған мәселелерді талқылады. Оның ішінде елді мекенде мәдениет және спорт нысандарын салу, жастарды баспанамен, бөбектерді балабақшамен қамту өзекті күйде. Келесі сюжетте. Шаған аудандағы іргелі ауылдық округ. Мұнда тұратын 4000-нан астам адамның 3-тен 1-і жастар. Оларды мазалаған мәселелер де аз емес. Солардың бірсыпырасы аудан әкімімен кездесуде көтерілді. Әсіресе балабақшаның жоқтығы жас отбасыларға қиындық тудыруда. Осы ретте әкім бұл түйткілдің биыл шешілетінін атап өтті. Сондай-ақ баспанамен қамту, мәдениет үйін салу сияқты сұрақтар қойылып, нақты жауап алынды. Бір спорт залы болса деп. Спорт зал бар жалпы. Бірақ 7:30-ға дейін оқушылар оқиды. 7:30-нан 8:30-ға дейін оқушылар тренировка жасайды, 9-ға дейін, 9-дан кейін бір 10-11-ге дейін ауыл жастары. Сіздерге бөлінген қаржыны облыс әкімдіктен айтқан бірінші кезекте шалғайда жатқан аудандарға береміз деп. Сондықтан Бөкейорда, Жәнібек аудандары бөле салынады. Жаңа мен сөзді айтып кеттім. Біз оларды күтетін болсақ, біздер қырған қасында ең соңғы боламыз. Сондықтан жобаны жасап алып, инвестор іздесек, біздің қолымызды ешкім қақпайды. Сол geçiş механизм дейді ол. Жүрген жерімізде білейік. Мен өз кезегімде іздеймін. Подстепный мен Шағанға салуға, инвестор табуға болады. Күні кеше ғана осы жаңадан тағайындалған облыс әкімінің бірінші орынбасары Али Есқалиевпен осы әңгіме болды. Бізде осы бағытта сұхбаттасқан болып, біз инвестор табуды ол кісіге тапсырды. Бүгінде ауыл жастары қоғамдық өмірге белсене араласуда. Оның ішінде білім, өнер және спорт саласында жеткен жетістіктер мол. Соңғы кезде елді мекенде еріктілер ісі де кеңге қанат жаюда. Нұрсұлтан Назарбаев айтып кеткен болатын, жастар жылында осы волонтерлықпен, яғни қайырымдылықпен айналысқан жастарға 30% үстемақы жоғарыланады деп. Сол секілді біз қазіргі таңда жастарымызды қайырымды іс жасауға және қайырымды іс ол сауап екенін ұмытпауға шақырамыз. Үйіне бару бізде болашақта ойымызда бар және Толғанай есімді кісіге біз өзінің яғни кредитін жауап берген болатынбыз. Сонымен қатар біз ол кісіге үй жағынан көмек бердік. Белсенді жастар, жас мамандар дипломмен ауылға бағдарламасының қатысушылар тарапынан көтерілген әр мәселені аудан басшылығына назарға алып, шешу жолдарын қарастырмақ. Рауан Дели, Алтынбек Тынышқалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.